800 жыл бұрын Қытайды билеп атақты Шыңғыс ханның бірінші қолбасшысы болған Мұқали бабамызға арнайы ескерткіш орнатылуы мүмкін. Бұндай бастаманы жетісу жеріне Қытайға арнайы барып, Мұқали рухына тағзым етіп келген зиялы қауым өкілдері көтеріп жатыр. 19 адамнан құралған экспедиция мүшелері Қытайда жерленген қазақ батыры жатқан жердің жалпы аумағы 3 гектардан асатынын айтады. Экспедиция рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылыпты. Бұл Қытай еліндегі Юлин қаласындағы Мұқали Жалайырдың мемориалдық кешені. Зираты да, ескерткіші де осы 3 гектар аумақта орналасқан. Қазақ елінен, жетісу жерінен арнайы барған делегация өкілдері тарихи тұлғаның басында құрбандық шалып, Құран оқытты. Мұндағы жұрт Шыңғыс ханның қолбасшысы болған Мұқали Жалайырды Қытайдың басын біріктірген ұлы тұлға деп құрметтейді. Шыңғыс ханның аспан асты елін жаулап алуы өз алдына бөлек әңгіме. Ал Мұқали бөліп алда билей бер саясатымен ғұмыр кешкен бүкіл Қытайдың басын біріктіріп, үлкен Юан империясын құрып кетті. Міне сондықтан ел билігіндегілер мен қарапайым халық оны біздің елді біріктіруші және бірлікті сақтап қалушы деп біледі. Қытайға арнайы экспедицияны ұйымдастырған Алматы облысының ішкі саясат басқармасының басшысы Мұқали батыр жайлы көркем фильм түсіру, насихаттау жұмыстары басты жоспарда тұрғанын айтты. Ал экспедицияға барып келген зиялы қауым өкілдері Мұқали батырға ескерткішті немқұрайлы салмау керек деп санайды. Халықтың көретін жеріне, жалпы Талдықорған өңірінің кез келген жері Мұқалының атының тұяғы басқан жер ғой. Сондықтан оған татитындай, теңгеретіндей, мына өзінің туған жеріндегі мынау ма деп біреу күлкі қылмайтындай қоюымыз керек. Мұқали Жалайыр жайлы құнды деректер жинақталып жатыр. Қытайға ұйымдастырылған саяхаттың да басты мақсаты осы. Алдағы уақытта барлық дерек үлкен кітап болып шығуы ықтимал. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.